Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah'a madaq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga sansız salavatlardan keyin Allah elçi sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan kelgen özünün mübarek hadisinde Müslüman adamның ömürü qanday tаңғаларлық. Егер оған бір жақсылық жетсе, ол оған қуанып, шүкірлік қылып, Аллаға мадақ айтады. Егер оған бір қиыншылық жетсе, ол оған сабыр қылады дейді. Ал Рамазан айына жеткен пенде қуанады. Не үшін? Себебі өткен жылғы Рамазаннан осы Рамазанға жете алмаған қаншама адамдарды көрді. Өткен жылғы Рамазаннан осы Рамазанға жетсе де, белгілі себептерменен Рамазан Кәримнің оразасын ұстай алмаған қаншама адамдарды көрді. Сондығынан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мүбарак хадисінде кімде-кім Рамазан айына жетіп, сол Рамазанның оразасын ұстайтын болса, Алла Тағала оның барлық күнәларын кешіреді дейді. Басқа хадисінде Рамазан Кәримнің оразасын ұстаған мұсылманның үндемей тұратын болса, үндемегені Алланы зікір ету құлшылық болып саналады. Егер ол пенде сол Рамазан Кәримнің оразасын ұстап, кешкісін шаршап, шалдығып, ұйықтап демалатын болса, оның ұйқысының өзі құлшылық, ғибадат болып саналады. Егер ол пенде сол Рамазанның оразасын ұстап жүріп, бір ізгілікті істер жасап, Раббысы үшін жақсылықтар істейтін болса, оның жақсылықтары 10 еседен Алланың алдында 700 есеге дейін еселеніп, сауаптарға толассыз болып тұрады. Егер ол пенде Раббысына жалбарынып, дуа етіп, дүние және ақыреттік ісі үшін бір нәрсені сұраса, сұрағанына Алла Тағала міндетті түрде жауап береді дейді. Міне Рамазан айы осындай берекеттер мен ізгіліктерге толып тұрған қуаныш айы. Соны жақсы білген бабаларымыз Рамазан айы келісіменен жас бозбалаларды жинап, жарапазан айтқызатын болған. Жарапазан сөзі араб тілінен келген «Жаа Рамазан», Рамазан айы келді деп қуану. Балалар шаттанып, әрбір үйдің босағасына барып, жастар Рамазан турасында жыр шумақтарын төгіп, сол семьяға Алланың берекетін, Алланың игілігі менен жақсылығын тілеп, дуа етіп, өлең айтып, жыр шумақтарын айтатын болған. Ал үй иесі де өзіне Рамазанды құттықтап, қуанып келген балаларға сыйлықтарын беріп, оларды әдемі қылып шығарып салатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазанның оразасын ұстаған кісінің екі қуанышы болады. Бірінші қуанышы Рамазанның оразасын ұстап, таңнан кешке дейін жеткен пенденің кешкі аузашар уақытына жақын келгендегі қуанышы дейді. Себебі ол сол күні Рамазан Кәримнің оразасын ұстап, Алланың алдындағы бұйрықтарын орындап, Алла разылығы үшін сол бір күндік оразасы 70 жылдық тозақ отына қалқан болатын оразаны ұстаған үшін қуанады. Екінші қуанышын Алла Субхану Тағала қияметтің күнінде береді. Қияметтің күнінде өзіне беретін жақсылықтар үшін қуанады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза ұстаған пендеген ораза ұстап аузашарға жақын қалғанда ол аузашар дұғасын жасайды. Алла саллаллаху алейхи ва саллям бұлай деп дұға ететін еді: шөліміз қанды, тамырларымыз кеңейді, Алланың қалауыменен сауаптар жазылды деп. Әлбетте, сол ауыз ашқан уақытында пенде қуанып, шөлі қанып, және Алла Тағала сол күнгі жасаған ісіне беретін сауаптарын еске алып қуанады. Өйткені Рамазан Кәримнің оразасын ұстаған пенденің сауабын Алла Тағала хадиси құдсында былай деп айтады: мен барлық амалдардың сауабын періштелерім арқылы беретін болсам, Рамазан Кәримнің оразасын ұстаған пенденің сауабын өзім берем дейді. Алла елші саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде: менің умматыма ілгергі қауымдарға берілмеген Рамазан Кәримнің оразасын ұстаған үшін берілетін 5 қасиет бар дейді. Оның біріншісі, кімде-кім менің умматымнан Рамазанның оразасына қуанып кіріп, бірінші күні ораза ұстайтын болса, Алла сол пенденің 30 күнге жасаған ниеті үшін мейірім назарымен қарайды.
кімге Алла мейірім назарымен қараса, оны дүние ақыретте қорғылмайды деген екен. Екіншісі, кімде-кім Рамазан Кәримнің оразасына кіріп, таңнан кешке дейін ұстаған оразасы үшін аузынан жағымсыз иістер шығарса, сол иістерді Алла жәннаттағы ең әдемі иіске айырбастайды дейді. Үшіншісі, Рамазан Кәримнің оразасын ұстаған менің умматым, ораза ұстаған кезде Алла тағала періштелерге: ей періштелерім, олар үшін Алладан жарылқаны тілеңдер, себебі олар таңнан кешке дейін мен үшін Рамазанның оразасын ұстайды дейді екен. Төртіншісі, Рамазан Кәримнің оразасын ұстаған пендеге Алланың беретін сыйы жәннатқа: ей жәннат, сен әдемі бол, себебі менің құлдарым дүниеде мен үшін шөлдейді, мен үшін шаршайды, мен үшін ашығады. Сол себептен ең әдемі дастарханыңды олар үшін даярла дейді екен. Бесіншісі, Рамазан Кәримнің оразасын ұстап, аяғына дейін жеткен пендеге Алла тағала оның барлық күнәларын кешіріп, Алла субхана тағала анасынан туғандай таптаза қылады екен. Міне, өзінің ішінде ізгіліктер мен берекеттер жауып тұрған қасиетті Рамазан айына жеткен мұсылман сол Рамазанның оразасын ұстаған үшін және Алла тағала соған жеткізген үшін Аллаға мадақ айтып, шүкірлік қылып қуанады екен.